Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге ешқандай майсыз, кетчуп, майонез қоспай, тек қана бір ингредиенттен жасалатын 15 минутта дайын болатын пиццаны жасап көрсететін боламын. Достар, ол үшін мені қолдап, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Білесіздер, балаларымыз бізді пиццаны өте қатты жақсы көреді және жасап беруімізді өтінеді. Мен олардың денсаулықтарын ойлағандықтан ешқандай майонез, кетчуп қоспау керектігін түсіндім және сіздерге де соны ұсынамын. Ең алдымен біз дайын формамызды алып, үстіне дайын тестімізді саламыз және әрқайсысын үшке бөлеміз. Және де біз кескен салмамызды, яғни тыкваны әрқайсына салып шығатын боламыз. Ешқандай астына май жағудың да қажеті жоқ. Тестінің өзіне де ештеңе жағудың қажеті жоқ. Жай ғана 15 минутқа 180 градусқа қойып қоямыз. Оған дейін біз сырымызды жақсылап үкіштен өткізіп аламыз. Пісуіне 5 минут қалғанда сырымызды барлық пиццалардың бетіне жағып шығатын боламыз. Тағы да духовкаға 5-2 минутқа қойып қоюыңызға болады. Және де тағы бірдеңе айтқым келеді. Мен сіздерге көбінесе дұрыс тамақтануды ұстанып жүрген кісілерге де бұл өте пайдалы. Себебі ешқандай май қосылған жоқ, тек қана сыр мен тыквадан жасалды. Ешқандай колбаса, ешқандай басқа да зиянды заттарды қолданған жоқпын. Баршаңызға жасауға кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Және де менің басқа да видеоларымды қарай аласыздар. Сіздермен болған Мадина.